Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. Бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған көрмеміз Шығыс Қазақстан облысының жазушылары, мерейтой иелері Медеу Сапаұлы Сәрсеке мен Ефим Николаевич Перметинге арналады. Әдебиетте ойып тұрып орын алатын екі алыбымыз өздерінің шығармаларымен шығыс елін бүкіл дүние жүзіне таныстырды. Медеу Сәрсекені алатын болсақ, жазушы әдебиетімізде өндіріс тақырыбын көтерген қаламгерлердің бірі. Осы өндіріс тақырыбына арналған шығармалары өткен ғасырдың 80-90 жылдары жазылған Жарылыс және Көмбе романдары. Жарыққа шығысымен бұл шығармалар іле-шала орыс тіліне аударылды. Семейде тұратын қаламгерді күллі одаққа танытқан басты шығармасы тегінде Сәтбаев. Жас қаламгердің Қаныш Сәтбаев ғұмырнамасымен шұғылдану да себепсіз емес. Әдебиетке әуесқой инженерді академик Әлкей Марғұлан 1963 жылы Алматыға шақырып, осы тақырыппен түбегейлі айналысуына ой салған. Тоқетерін айтқанда, Медеу Сәрсеке 12 жыл бойы ізденіс жасап, академик Сәтбаевтың өмір соқпақтарын ерінбей кезіп, Баянауыл, Ұлытау, Жезқазған, Қарағанды, Қызылорда, Ташкент, Мәскеу, Ленинград және Алматы мұрағаттарын ақтарып, бір туар ғалым, істес болған адамдардың ұзын саны 400-ден астам естеліктерін жазып алып, тыңғылықты ізденіс жасап, ақырында Қаныш Сәтбаев аталған ғұмырнама еңбегін жазып шығарды. Халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов ұлтымыздың ұлы перзентін ұлықтаудың тамаша үлгісі осындай-ақ болар дегені Медеу Сәрсекенің 50 жылдан астам уақыт Қаныш Сәтбаев тұлғасын әспеттеуіне айтылған әділ бағалау деп айтуымызға болады. Еңбекқор жазушының еңбегі Қазақстан Республикасы үкіметі тарапынан бағаланып, Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдығында ол құрмет орденімен марапатталды. Егер Медеу Сәрсеке өндіріс тақырыбында жазған болса, ал Перметин Ефим Николаевич индустрияландыру, яғни колхоздастыру, тың игеру жайында көбірек қалам тербеді. Оның Горный Арлы романы 30 жыл бойы жазылды. Бұл эпопеяда Сібір ауылындағы колхоздастырудың қалай жүргізілгендігі жайында баяндалады. Тың игеру тақырыбына арналған алғашқы көлемді шығармасының бірі Ручьи весенние романы. Ол 1956 жылы жазылды. Болашақ романның кейіпкерлері мен автор 9 ай бойы қыс айларында палаткаларда тұрды, салт атпен колхоздарды аралады. Табиғат, аңшылық тақырыбына жазған жазушылар арасында Перметиннің алар орны ерекше болды. Оның отбасында атасы да, әкесі де аңшылықпен айналысқан. Ол өзі де 12 жасынан бастап аңға шыға бастады. Оның алғашқы әңгімесі «Памяти поэта охотника» деген атпен «Охотник Алтая» журналында жарық көрді. Перметиннің шығармашылығын елге көбірек насихаттаған біздің жерлесіміз журналист Ольга Тарлыкова. Ол көп жылдар бойы Ефим Николаевич жайында мақалалар жазып, ол жазбалары баспасөз беттерінде жарық көріп отырды. 1975 жылы Өскемен қаласындағы Садовая көшесі Перметин көшесі болып өзгертілді. Өмірінің соңына дейін жазушы Алтайды ұмытпады. Жазған хаттарында ол ылғи да Алтай еліне сәлем жолдап, оның халқына барлық шығармашылығын арнады.